үш факультеттің декан орынбасарлары осы ТТНУ-дағы Қарағанды университетінің түлектері болып табыламыз. Біз жатақханада жаттық. Сол кезде біздің жатақханамыз Қазақстан бойынша алғашқы бестікке кіретін болатын. Университетте академиялық ұтқырлықпен тағылымдамадан өту, сонымен қатар халықаралық тәжірибелермен бөлісу, семинарлар, конференциялар, түрлі форумдарға қатысу арқылы білімдерімізді шыңдауға үлкен мүмкіндік алдық деп ойлаймын. Университетті бітіріп шыққан біздің түлектер 95%-ынан жоғары жұмысқа тұрып кетеді. Конкурстарға қатыстық, одан кейін магистратура кезінде біз стажировка деді, Киев қаласына бардық, өте жоғарғы жаңағы әсерде келдік. Нихаума деген кезде өзім бір күлген кезім бар. Сол сияқты сіздерде де бір қызықты естеліктер болса? Әрине, біз енді өте жақсы көреміз студенттерімізді. Қай жағынан болса да өте жоғары деңгейде өткіземіз. Біздің университетті таңдауларыңызды сұраймын. Осындай жаңалықтар студенттік өмірдегі. Армысыздар, құрметті көрермендер, байланыста ТТНУ-дағы Қарағанды университеті. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы білім, тұлға, өсу тақырыптарына арналған. Бүгінгі подкастымыздың қонақтарына назар аударатын болсақ, жалпы факультеттеріміздің декан орынбасарлары тәрбиесі жөніндегі нақтырақ айта кететін болсақ, Руслан Есентайұлы, Айнара Қуанышевна және мен Ержан Сапарғалиұлы. Жалпы бүгінгі подкастымыздың бірінші сұрағына бастайтын болсақ, біз үш факультеттің декан орынбасарлары осы ТТНУ-дағы Қарағанды университетінің түлектері болып табыламыз. Сол себепті бірінші сұрақты мен, құрметті әріптестер, жалпы университет, студенттік өмір, осы университеттің түлектері ретінде өздеріңіздің қысқаша естеліктеріңізбен бөліссеңіздер. Руслан Есентаевич, сізден бастасақ. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, ата-аналар, әріптестер. Мен бұл университетке 2000 жылдардың басынан бастап өзі оқуға түскем. Біздің университетте бар білім бағдарламаларында бакалавриат, магистратура, докторантура деген осы үш етапты толығымен өткен тұлғаның бірі мен болам. Студенттік өмір бұл 2000 жылдарда Қазақстанда 90 жылдардан қиын кезеңнен жақсы тәуелсіздіктің ең жақсы кезеңдерін өтіп жатқан кездің бірі болатын. Сол кезде біз осы университетке түсіп, осы университеттің түлегі болдық. Мен экономика мамандығында оқыдым. Сол кездің өзінде Қарағанды облысында, жалпы Қазақстанда біздің университетіміз алдыңғы қатарлы университеттердің бірі болатын. Мысалы, мен сол студенттік кезінде біз жатақханада жаттық. Сол кезде біздің жатақханамыз Қазақстан бойынша алғашқы бестікке кіретін болатын. Басқа облысымыздағы жатақханалардағы студенттермен бірге оқыдық қой енді, таныстарымыз, достарымыз, жолдастарымыз. Солармен салыстырғанда біздікі ең мықты рейтингта орында жыл сайын рейтинг жарияланатын. Сол кезде біз алғашқы бестікте кіріп жүретінбіз. Және де бұл университетті таңдап, экономика мамандығында оқып шықтым. Студенттік кезеңіміз өте қызықты және жақсы өтті. Одан кейін бакалавриатты бітіріп, диплом алғаннан кейін менде әрі қарай осы ғылым жолына түсіп, оны жалғастырғым келді. Содан кейін магистратураға түстім. Оны жақсы аяқтадым. Одан кейін ең жоғары деңгей докторантураға түсіп, соны ойдағыдай аяқтап шығып, осыдан 2 жыл бұрын доктор ғылыми атағы алдым. Осындай жаңалықтар студенттік өмірдегі. Тамаша. Айнара Қуанышевна. Сәлеметсіздер ме? Жалпы университеттің түлегімін. Жаңа Руслан Есентаевич айтқанда 2000 жылдары нағыз мемлекетіміздің көтеріп жатқан кезде қазақ тіліндегі ең бірінші түлектер қазақ тілінде сөйлейтін. Сондықтан мен өз басым мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша маман алдым. Осы мамандықты өте өзім мемлекетке қызмет жасайын деп, одан кейінгі ары қарай өзіміздің университетімізге қызмет етіп, магистратураны осы бітірдім. Университетінің жалпы өте бір ерекше жақсы көріп, осы өмірге деген көптеген сәттерге көп көмекшілік дейді. Өйткені пән мұғалімдеріміз болсын, оқытушыларымыз өте жоғары деңгейде. Қарағанды университеті ТТНУ-дағы
Қазақстандағы айтуға болады ең жоғарғы жаңағы мәдени жағынан да, жалпы ғимараттық жағынан да барлығы өте жоғарыда. Осындай қызмет жаңағы студенттік өміріміз өте жақсы өтті, есте қалатындай. Жалғастыра кетсем, толықтырып тағы да бір айтатын кез, біз студент болып оқып жүрген кезде біздің университеттің техникалық жабдықтар базасы басқа университеттермен салыстырғанда біз сол кездің өзінде алда болғанбыз. Әлде қайда алда, жетекші. Және де тағы бір айтатын, ең бірінші Қарағанды облысының Қазақстандағы кредиттік жүйе дейді, кредиттік система. Осы біздің университет алып келген. Біз ең бірінші сол алғашқылардың қатарында болып бастадық. Аштық, және де кредиттік технология бойынша білім беру стандарттарына сәйкестікті бірінші алғы университеттердің бірі болып бастап кеттік дейсіз ғой. Біз ең бірінші соны бастағанбыз болатын. Өйткені Қазақстанда вуздарда, Қарағандыда мүлдем жоқ ондай Қарағанды вуздарының. Қазақстанның кейбір университеттерінде болды, бірақ ең алғашқы болып біздер бастадық соны. Кредиттік жүйе. Қазіргі бұрын линейне 80-90 минуттан болды, біз 50 минуттан бастағанбыз. Кредиттік технологияға сәйкес. Тағы да толықтырып келсек, біздің кітапханамызда экономикасы саласы бойынша өте көп деген. Жалпы университетіміз қандай да кітаптар, қандай да бір жаңа ғылыми жұмыстар болса, ең бірінші, ең бастапқы әр уақытта біздің университетте болды. Тамаша, мен де өз тәжірибеммен бөлісіп кетсем, мен де арман қуып Қарағанды қаласына оқуға түскен кезде Қазтұтыну одағы Қарағанды университеті өте көп мүмкіндіктер берді деп айта аламын. Жалпы университет табалдырығын аттаған сәттен бастап, білім беру стандарттары, жүйесі, профессорлық оқытушы құрам, әр студентке жылы лебізбен, шынайы пейілмен, әрқашан қолдау көрсету, ол бірінші курсқа әсіресе түскен сәтте аса сезілді. Себебі жатақханадағы біздің өміріміз, әрбір оқытушы, профессорлық құрам, кураторларымыз болсын, әрқашанда байланыста болып бізді қолдап жүрді. Ол біріншіден, екіншіден тағы бір қызығы, жалпы университетте академиялық ұтқырлықпен, тағылымдамадан өту, сонымен қатар халықаралық тәжірибелермен бөлісу, семинарлар, конференциялар, түрлі форумдарға қатысу арқылы білімдерімізді шыңдауға үлкен мүмкіндік алдық деп ойлаймын. Солай ғой, әріптестер? Тамаша. Жалпы біздің университетіміздің миссиясы, білесіздер, жалпы еңбек нарығына қабілетті кәсіби мамандарды даярлап шығару. Сәйкесінше осы миссияның бағытын қалыптастыру жолында әр оқытушы профессорлық құрамның өзіндік үлесі зор. Осыған байланысты ой пікірлеріңізді айта кетсеңіздер. Жалпы осы миссияны жетілдіру жолында біз қандай құндылықтарға аса назар аударамыз бүгінгі таңда? Кәсіби мамандарды даярлау бағытында университетіміздің ерекшелігі неде жалпы? Жалпы біз түлектерімізді, өз студенттерімізді жаңағы адамгершілік, құқықтық тәрбие, отансүйгіштік барлық құндылықтарда біздегі қанша құндылық бар, соның барлығында біздің университетімізде түлектерге беруге біз тырысамыз. Руслан Сентаевич. Енді бұл жерде біздің университеттің түлектері, ол статистикадан көруге болады. Мысалы, біздің университеттің түлектері жыл сайын біз статистика агенттігінен ақпараттар, жұмыспен қамту ақпараттар аламыз ғой. Сол кезде біздің университетті бітіріп шыққан түлектер, бұл қазір ашық ақпарат. Кез келген адам оны өзі ашып қарай алады. Университет бітіріп шыққан біздің түлектер 95%-нан жоғары жұмысқа тұрып кетеді. Яғни ол не деген сөз? Біз заманға сай бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеп шығарып жатырық деген сөз. Ол экономикалық білім болсын, құқықтық білім болсын, қаржылық білім болсын. Сонымен қоса біз тәлім тәрбие беріп нарықта елімізге жақсы қызмет ететін бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеп шығарып жатырық. Оның көрінісі, мен сіздерге жаңа айтып тұрмын, ашық ақпарат көздерін көруге болады. Экономикалық, гуманитарлық білім беру саласында рейтингтарда үздік үштікке кіреміз, әрқашанда жылда. Үштік екіліктен түспейміз. Екіліктен түспейміз жалпы. Өйткені бұл ақпараттың барлығын жалпы айтуға болады, бұл ашық ақпарат. Қазір интернет, чат GPT-дің дамыған кез, интернет нелердің бәрі дамып тұрған кез ғой. Кез келген адам өзіне керекті ақпаратты жазып ала алады. Яғни бұл жердегі айтылып отқан әңгіменің барлығы шынайылығын көре алады. Сол үшін айтып отырмын. Тамаша. Жалпы енді университеттің миссиясынан кейін менде сұрақ туындады. Жаңа біз бастапқы сұрақта айтып кеттік қой, студенттік өміріміздің бастауы ретінде. Осы студенттік кездегі бір қызықты оқиғамен бөлісе аласыз ба өзіңіздің студенттік кезіңіздегі жалпы?
Қандай да бір қызықты оқиға болды ма сізде? Қызықты оқиға. Иә. Қандай да бір? Әртүрлі конкурстарға қатыстық. Одан кейін магистратура кезінде біз стажировка дейді Киев қаласына бардық. Өте жоғарғы жаңағы әсерде келдік. Өйткені жаңағы оқытушылық құрамы өте жоғарыда. Өзімізге жаңағы керекті білімді алуға. Ал қызық оқиғалар бір есте қаларлықтай. Есіме түспей тұр, негізі. Мысалы, өз тәжірибемнен айтатын болсам, Айнар Қуанышұлы, мен тағылымдамадан өткен болатым 2015 жылы студент кезімде. Жоғарғы экономика мектебі Мәскеу қаласында, сонда жалпы Арбатта өтіп бара жатқан жерімде өзге ұлттың өкілдері мені қазақ емес, басқа ұлт өкілі ретінде шақырып, Қытай өкілі ретінде шақырып, нихаума деген кезде өзім бір күлген кезім бар. Сол сияқты сіздерде де бір қызықты естеліктер болса, сонымен бөлісе отырсаңыздар деген ниет қой. Жалпы Руслан Сентаевич, сіздің пікіріңіз? Қызықты оқиғалар енді ол көп. Оның бәрін еске ала берсе, енді студент кезіміз мысалы біз спортқа қатыстық, КВН ойнадық, басқа да ғылыми конференцияларға қатыстық. Және де біз ең бірінші курс студент болып ауылдан келіп, университетті көріп, осы жердегі столовыйға барып деген сияқты әңгімелер ғой. Сол жерде жүргенде бізде бір философия сабағынан, ол кезде үлкен бір ол кісі енді қазір жоқ өмірде, сол кісі сабақ берді. Ол кісінің сабағынан біз кәдімгідей қорқып келетінбіз. Ол кісінің артынан, мысалы, кірсең, ол кісінің есікті ашып кірді, сіз артынан кірсеңіз, уже сабаққа кіргізбейді. Яғни, уже сіз әрі қарай бара беріңіз, келесі сабаққа. Және де ол кісінің қойып қойған жағы НК дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқанда, қойған НК-сын бізге отработать ету, бұл айтқанда, өте қиын болатын. Сондықтан біздің библиотекаға келіп, қаншама ол кезде қазіргідей интернет несі енді дамып келе жатқан кез ғой, біз кітап алып, сол кітаптан жазып апарып тапсыратынбыз қолына. Енді әртүрлі қызық оқиғалар бар, оның бәрі енді қазір біреу еске түспейді деген сияқты. Тамаша. Осы кезде ойыма тағы бір құндылық түсіп тұр. Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Біз сіздермен негізгі миссиямыз декан орынбасарлары ретінде тәрбиесі жөніндегі дұрыс тәрбие тәлім беру мақсатындағы жасап жатқан әрекеттеріміз, иә. Сәйкесінше осы тәрбие жұмыстарын жетілдіру барысында білім мен тәрбиені ұштастыру жолындағы атқарылып жатқан жұмыстарымызға байланысты қысқаша тоқталып кетсек, біздің университеттің тәрбие бағытында, қоғамдық жұмыстарға байланысты бағытындағы өзіндік ерекшеліктеріне тоқталайық, шәріптестер. Жалпы бізде қандай қызықты және студенттерді қызықтыратындай құндылықтар, іс-шаралар көп? Енді әрине студенттермен өте жаңағы көптеген іс-шаралар өткіземіз. Оның ішіндегі жаңа тәрбие бойынша. Жалпы студенттердің қазіргі өмірге деген көзқарасы өте ерекше. Қазіргі студенттер өте қатты білімді деп айтуға, өйткені қазір жаңағы интернеттің дамыған заманы, әртүрлі өзім қазіргі керекті жаңа нарыққа керекті жалпы мамандарды дайындаудамыз. Әрине біз енді өте жақсы көреміз студенттерімізді. Қай жағынан болса да өте жоғары деңгейде өткіземіз. Жалпы студенттік, қазіргі балалардың студенттік өмірі өте белсенді. Сіздің осы айтып отқан ойыңыздан маған да бірнеше ойлар келіп отыр. Жалпы бізде түрлі шаралардың бірі ол бірінші курстың жылдағы дебют. Біз үшін біз студенттермен қоса өзіміз де сол жарысқа қатысатын, өзіміз де сол жерде орындайтын әнші ретінде болсын, би болсын, өзіміз де соның бір қайнаған қазанның ішінде дейді ғой, сондай бір құндылықты көре отырып, өзіміз де жасаратын сияқтымыз, әріптестер. Солармен бірге уайымдап, солармен бірге әрбір конкурстарымыздың, сайыстарымыздың результатын естігенде де балаша қуанып, балаша ашуланып деген сияқты түрлі эмоцияларымыз болып жатады. Жалпы ол шынайы студенттік өмірдің белгісін көрсетеді, құрметті көрермендер. Егер де бүгінгі подкаст бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, немесе пікірлеріңіз болса, видеоның астында пікір қалдырсаңыздар болады. Арман қарай біз жалғастыратын болсақ, осы тұста негізгі қандай құндылықты біз сіңіруіміз керек жалпы студенттерге? Руслан Сентаевич, қалай ойлайсыз? Тәрбие бағытында. Бірінші, студенттер бұл жерге келгенде білім алу үшін келеді. Бірақ жақсы білім алу үшін бірінші адамда жақсы тәлім тәрбие болу керек. Тәрбие бар жерде адамның тәрбиесі барда, ол жақсы білім алады деген сөз. Сондықтан біз енді біздің университетке
жаман балалар келмейді. Яғни жан жақтан Қазақстанның әр түкпір-түкпірінен қаншама мыңдаған бала жылда келіп жатыр. Олардың бәріне біз біліммен қатар тәлім тәрбие беріп жатырмыз. Оларға жол көрсетіп жатырмыз. Қателескен жерлері болса түзетіп, жағы психологиялық болсын, жағы тәлім тәрбие беріп, жолын дұрыс көрсетіп жатырмыз деп ойлаймын. Және де жағы сіздер айтып отырғанда бізде бірінші курсқа қабылдап алғаннан бастап 4-ші курс бітіріп кеткенге дейін олар біздің қол астымызда. Біз олармен тікелей жұмыс жасаймыз. Оларға қолдан келгенше көмек көрсетеміз. Біліммен қатар әртүрлі іс-шараларға қатыстырамыз. Балалардың жағы талантына байланысты, жағы сіздер айтып отырсыздар, дебют, бірінші курстық дебюттік сол кезде біз дебютті не үшін мысалы дебют деген сөз? Бұл балалардың қабілетін, талантын ашу. Жаңа таланттарды көрсету, яғни? Жаңа таланттарды көреміз, содан сол балалармен жұмыс жасаймыз. Тек жағы әр өз факультеттің өзінің балалары бар, суткомда мысалы, солармен жұмыс жасаймыз. Одан да тыс біз балаларды бөліп аламыз. Мысалы, мына 10 бала ғылымға жақсы, мына 10 бала жағы ән айтады деген сияқты. Немесе 10 бала жаңағы волонтерлық қызметте деген сияқты. Мысалы, волонтерлар жылы деген президентімізден жариялады осы. Сол бойынша қазір біз қаншама іс-шаралар. Біздің университетте жағы студенттерге арналған жылына бәленбай мыңдаған іс-шара өткізіледі. Бұл тек іс-шара біздің университеттің ішінде ғана емес, бұл сырттан әкімшілікпен байланысты, басқадағы ұйымдармен байланысты мыңдаған іс-шаралар өтіп жатады. Сол іс-шараға университеттің студенттері тікелей сонымен қатысты. Яғни сол қазанның ішінде біз де бірге жүрміз. Республикалық деңгейде болсын, облыстық деңгейде болсын, қалалық деңгейде болсын, немесе тіпті университеттік деңгейде болсын, түрлі шаралардың қайнаған ортасында университеттік студенттік өмірдің қызығы мен көптеген мәселелермен біз тікелей жұмыс жасап жатырмыз бүгінгі күні. Тамаша. Бүгінгі күні заманауи технологияларға сай, жаңағы біз сөз басында, подкасттың басында ChatGPT дедік, искусственный интеллект дедік, яғни жасанды интеллект деп айтып жатамыз ғой. Сол жасанды интеллектіні қалыптастыру жолында біздің университет қандай қарқынды даму үстінде, жалпы студенттерге біз қандай құндылықтарды беріп жатырмыз? Жалпы біз білем, бір көрініс ретінде біздің студенттер әсіресе бірінші курсқа келген кезде бізде модуль бойынша жасанды интеллект курсын оқиды. Соған дәлел ретінде тағылымдамадан өткен туралы сертификатын алады. Бұл өз кезегінде ғылыммен, қоғамдық өмірдегі жаңа мүмкіндіктерді пайдалануда оң әсерін тигізеді. Осы тұста өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер, қалай ойлайсыздар жалпы? Жасанды интеллектті жақсы айтқандай біз бірінші курсқа келгеннен бастап оқыттық оларды. Яғни олар сол оқығанын дәлелдейтін сертификат қолдарында. Енді студенттер оны өздерінің қазіргі білім, ғылым деңгейін дамытуда, білім алу деңгейінде тиімді қолданып жатыр. Яғни біздің университетте оған көптеген қолдаулар жүргізіп жатыр. Яғни студенттер өздеріне керекті жасанды интеллектті, былай айтқанда, көмекші құрал ретінде пайдаланып, өздерінің білім алу деңгейінде білімін дамытуына тікелей қолданып жатыр. Жоғары деңгейде біздің университетімізде жасанды интеллектке енді әріптесіміз айтты ғой, бұл балалардың, студенттердің келгеннен бірінші курстан бастап сертификат алады, ары қарай өзінің өміріне керекті ақпараттарды алу, жалпы ары қарай даму, яғни нарыққа, сұранысқа ие мамандар болу. Құрметті әріптестер, осы бүгінгі подкастымыздың 90 ауыз тобықтай түйіні ретінде жалпы университетті талапкер не үшін біздің университетті таңдау керек, қандай критерийларды сіздер нақты айта аласыздар? Сол бойынша ой өрбітейікші? Құрметті біздің болашақ студенттер, неге біздің университетті таңдау деген сұрақ қойылды. Біздің университетіміз жалпы қазіргі нарыққа заманауи технологияларды қолдап отырып, мамандарды дайындайды. Жалпы біздің университетіміз Қарағанды университеті қаз тұтынудағы бұл экономика, бизнес және құқық. Сондықтан талапкерлер бізді таңдауларыңызға болады. Жаңағы мен осы ненің басында айтып кеттім ғой. Яғни университеттердің ішінде студенттер әлі олар қарайды, зерттейді, қандай университетке барамыз деп. Ол әр университеттің өзінің кез келген университеттің өзінің басымдықтары бар. Олар сондайларға қарайды. Мысалы біздің университет 29 елмен, қаншама вуздармен
келісімшарт жасаған. Бізде университетте мобильный студент, яғни қаншама студент оқып келіп жатыр, шетелге барып оқып келіп жатыр. Және де Қазақстанның ішіндегі вуздардан, таяуда ғана бізде Алматыдан келді студенттер, Нархоздан, Тұран университетінен, сондай көп университет, мысалы Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінен, как раз сіздің факультетіңізден, академиялық ұтқырлық бойынша, бағдарламасы бойынша, сондай бойынша біздің университет алдыңғы қатарлы студенттермен, басқа университеттермен студент алмасу. Және де біздің былай айтқанда біз бәсекеге қабілетті тұлға дайындап шығарып жатырмыз деп айттым ғой. Оның басында, осы сөздің басында айтып кеткен мен. Яғни біздің университеттің түлектері 95% жұмыспен қамтылады. Яғни біздің түлектер қай жерде қалып жатқан жоқ. Яғни олар осы мамандықты, өз таңдаған мамандықтарын бітіріп шыққаннан кейін Қазақстанның кез келген мемлекеттік болсын, мемлекеттік емес болсын ұйымдарында сұранысқа ие. Біздің дипломымыз тек Қазақстан емес, шетелдік мемлекеттерде жұмыс істеп жатқан студенттер бар. Олармен де біз тікелей байланыстамыз. Біздің университеттің сайтынан, Instagram желісіндегі нелерден өздеріңіз қарасаңыздар, түлектерге айтып отырмын. Біздің университеттің қаншама түлектері, жоғары жақта отырған түлектері осы Instagram желісіне өз сұхбаттарын берген. Содан көруге болады. Біздің университеттің деңгейінің, білім беру деңгейінің қандай екенін. Сондықтан біздің университетті таңдауларыңызды сұраймын. Мен де қысқаша айта кететін болсам, жас талапкер ТТНУ-да Қарағанды университеті білім мен өсудің жаңа технологияларды игеру арқылы нарыққа, заманға сай бәсекеге қабілетті мамандарды білім беру бағдарламаларын ұсынады. Сол себепті ТТНУ-да Қарағанды университетін таңдасаңыздар, сіздерге жарқын болашақ ашылады. Және де подкаст сонында біздің ресми парақшаларға тіркеліп, пікір қалдырсаңыздар болады. Ол official Karuk, яғни Instagram парақшамыз, және де hw.ku.kz. Рахмет.